Құрметті студенттер, саламатсыздар, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Бүгін біз жаңа бір лекциялық тақырып өтетін боламыз. Әрине біздің тақырыптарымыз көбінесе енді саясатпен байланысты болғандықтан, біз бұның алдында сабақтарда да қайта-қайта айтып келе жатырмыз. Бізде саясат тікелей мемлекеттік билікпен байланысты деп жатырмыз, солай емес пе? Ал мемлекеттік билік бар жерде міндетті түрде не бар дедік? Басқару жүйесі бар, иә? Яғни басқару жүйесі болған кезде міндетті түрде өз жерде басқарушылар бар және басқарылғандар бар. Бүгін осы біздің өтетін тақырыбымыз осы айтылған негізгі ұғымдармен тығыз байланысты. Тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде саяси элита тақырыбы. Яғни элита бізде өте маңызды тақырыптар. Бұның алдындағы мен негізі әр сабақта айтқан тұғым, енді саясат басқару, мемлекеттік басқару жүйесімен тығыз байланысты болғандықтан, ол жерде ең маңызды рөлді кімдер ойнайды дедік? Элиталар ойнайды дедік. Бүгін енді біз саяси элита тақырыбын өтеміз. Енді элиталар дегенде, элиталардың да негізі өздері бөлшектенеді. Мысалға, экономика саласында элиталар бар, бизнес саласында элиталар бар, мәдениет саласында элиталар бар. Солай емес пе? Білім ғылым саласындағы элиталар бар. Ал біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз әрине саясатпен байланысты болғандықтан, бұл жердегі әрине біздің саясат жаңағыны айтып өттік. Онда бір шетке бәрібір түртіп алыңдар. Қысқаша, яғни М дегеніміз мемлекеттік билікпен байланысты және әрине басқару, яғни бұл басқаруда немен байланысты? Қоғаммен тығыз байланысты. Қоғамды басқару жүйесімен. Қоғамды басқару бар жерде міндетті түрде не болады? Бұның алдында да мен сендерге айттым. Жүйе мен режим міндетті түрде болады. Яғни осы тақырыптар біздің саяси элиталармен де тығыз байланысты. Біз бұның алдындағы сабақтарда да мен сендерге атап өткен едім. Жалпы саясат тануда саяси саланы, элита болсын, жүйе болсын, режим болсын, мемлекеттер арасында қарым-қатынастар болсын, элиталар арасындағы байланыстар болсын, бұларды негізі зерттейтін үш негізгі ғылыми бағыт бар деп айттық. Қандай бағыттар? Естеріңізге түсіріңіздер. Біріншісі жоқ, шатастырмаңыздар, ғылыми бағыттар. Біріншісі реалистік бағыт. Екіншісі либералистік бағыт және үшіншісі марксистік. Негізі қоғам өмірінде енді басқарумен тығыз байланысты болғандықтан, яғни басқарушылар, оған бас иеушілер, басқарылғандар тақырыбы осы үш ғылыми бағыт аясында зерттелген. Бұл саяси элитада да жалпы осы үш ғылыми бағытқа да бөлінеді. Өйткені реалистердің, либералистердің, марксистерден қалған бағыттардан әсіресе элитаға, қоғамды басқару жүйесіне көзқарасы бір-бірінен сәл өзгешелеу. Бірақ бүгінгі біз сабағымызда әрине бұл үш теорияны топтастырып біз өтпейміз. Әр сабақта бөлек-бөлек өтетін боламыз. Бүгін біз саяси элита тақырыбында кімді негізге аламыз? Реалисті негізге аламыз. Реалистердің негізін салушы негізгі ғалым. Реализм дегенде саясаттануда ойға не келеді? Өте дұрыс, өте жақсы. Неқа бүйтіп қойып қояйық. Кім? Никколо Макиавелли. Енді Никколо Макиавеллидің жалпы барлық саясаткерлердің, барлық саясаттанушылардың енді қазірге дейін оқып жатқан, әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған ең маңызды бір ғылыми еңбегі бар. Ол ғылыми еңбегі не болып табылады? Патша. Жалпы ғылыми еңбегі. Никколо Макиавелли туралы біз енді оның ой өрістеріне бұл жерде тоқтамаймыз. Жалпылама. Өйткені біздің уақытымыз да шектеулі. Біз
Николло Макиавеллинің идеяларын, әсіресе мынау қоғамды басқаруға, элиталарға бейімдеп зерттеген ғалымдарды бүгін қарастырамыз. Ондай ғалымдардың біз саясаттануда өзінің атауы бар. Оларды біз нео-макиавеллистер дейміз. Яғни нео дегеніміз, енді new деп қабылдаңдар ағылшынша, жаңа макиавеллистер. Яғни макиавеллистің билікке, макиавеллистің басқаруға, макиавеллистің жүйе, режим, жалпы мемлекеттік басқаруға қалай билікті ұстап тұру керек, бұл билікті қалай күшейту керек, оған байланысты идеяларын, тамырын, негізгі идеялар, пікірлерін өзгертпейді, бірақ оларды не қылады? Жаңа өмірге әрине бейімдейді. Нео-макиавеллистер дейді оларды. Бұл нео-макиавеллист ғалымдарды біз негізі әсіресе саяси элитамен байланысты зерттеген кезде үшке бөліп қарастырамыз. Оларды өздеріңізге түртіп алыңыздар. Біріншісі, Николло Макиавеллист, ол қысқаша жазайық, Гаэтано Моска, бірінші ғалым. Италиян ғалымы. Екіншісі Вильфредо Парето. Бұлардың барлығы элита, саяси элитаға қатысты ой өрістерін дамытқан ғалымдар. Ол да италияндық ғалым. Үшіншісі Роберт Михельс. Енді біз бүгін саяси элиталарды осы үш негізгі нео-макиавеллистік ғалымдардың пікірлерін басымдыққа алып қысқаша зерттеуге тырысамыз. Роберт Михельс өзі неміс ғалым адамы. Мен бұның алдында да сабақтарда айтқам. Бұлар қандай саяси элиталармен байланысты негізгі ұғымдарды қалыптастырған, онда өздеріңізге түртіп алыңыздар. Мысалға, Гаэтано Моска билеуші тап, басқарушы тап деген ұғымды саясаттануға енгізген тұлға. Саяси элиталар тұрғысынан. Яғни, бүйтіп жазайық, Гаэтано Моска билеуші класс дейді. Яғни, класс дегеніміз ол белгілі бір топ, белгілі бір таптар. Яғни, билеуші класс деген ұғымды алға тартады. Саяси элитамен байланысты. Вильфредо Парето болса, мен бұның алдында да сабақтарда атап өткен негізі. Элиталардың циркуляциясы деген. Вильфредо Парето. Оны да жазып қойыңдар. Элиталардың циркуляциясы. Яғни, циркуляция дегеніміз элиталардың не қылуы? Айналуы. Айналуы дегенде ауысуы. Оны кім алға тартқан? Вильфредо Парето. Ал Роберт Михельс болса, саясаттануда олигархияның темір заңдылығы атты концепцияны алға тартады. Роберт Михельс. Яғни, қысқаша жазып қойып. Қысқаша жазам мен олигархияның темір заңдылығы. Негізі осы билеуші класс, элиталардың циркуляциясы, олигархияның темір заңдылығы біздің нео-макиавелли саяси элиталармен тығыз байланысты тақырыптар болып табылады. Бүгін біз осы тақырыптарды қысқа әрі нұсқа, мазмұндап, қысқаша сіздерге түсіндіріп беруге тырысамыз. Бірақ оған кіріспей тұрып, бірінші элита ұғымын қысқаша былай, енді үш ғалымның пікірін негізге ала отырып, элита ұғымын қысқаша атап өтейік. Элита дегеніміз негізі француз тілінен шыққан, ол таңдалған деген мағынаны білдіреді. Таңдалғанда қалай? Мысалға, қоғамның ішінде, мен бұның алдында сіздерге сабақтарда айтқам, элитаны біз негізі қоғамдағы басқа да таптар мен топтардан, немесе көпшілік қауымнан немен ажыратамыз?
немен ажыратамыз? Ресурсымен ажыратамыз. Яғни ресурс деген қандай мағынада? Мысалға, ресурс дегеніміз ол не? Мысалға, билеуші таптар көбінесе қаржы жағынан басқа тұлғаларға қарағанда не? Өзіне жеткілікті. Жеткілікті емес, өзіне жеткіліктен де көп. Яғни қосымша, мол қаржыға ие тұлғалар деп айталық. Ол біріншісі, өйткені біз енді қазіргі таңда өмір дүниежүзі барлық нәрсе капиталға, қаржыға байланысты болғандықтан, қаржы болмай, сен ешқашан не қыламайсың, билікке ұмтыла алмайсың. Солай емес пе? Сондықтан бұл ең маңызды ресурс. Капитал ретінде де қарастырсаңдар болады. Одан бөлек, әрине, мысалға, бұл ресурсқа не келеді? Элиталарды бүйтіп алып байқасаңдар, қалған топтарға қарағанда, олар біріншіден өте білімді. Яғни оратор дейді ғой, өте жақсы сөйлейді, не қыла алады, қоғамды өзіне қарата алады. Солай ма? Сондай бір білімі несі бар, тартымдылығы бар. Үшіншісі, әрине, олардың бүйтіп жалпылама алып қарайтын болсақ, адамдар арасындағы енді билік тікелей әлеуметтік қарым-қатынастардан тұрғаннан кейін, олардың әлеуметтік байланыстары өте тереңде, тамырда жатыр, тереңдеп жатыр. Яғни мысалға, кейбір тұлғалар бар ғой, былай алып қарасаңдар, өте текті болып келеді. Солай емес пе? Өте мынандай қоғам өмірінде өте беделді, танымал болып келеді. Бұл да ең негізгі ресурс. Ақпарат дедік. Енді мақұл, ол ресурстарды мен бұның алдында айтқам, бірақ жалпылама біз элита деген кезде сендердің ойларына не келу керек? Қолында ресурсы бар тұлғалар. Вот негізі Гаэтано Моско, Вильфредо Парето, Роберт Михельс негізі мынау теориялардың барлығын зерттеген кезде, әсіресе енді қоғам ішіндегі билеуші класс деп айтатын, яғни бір сөзбен айтқанда басқарушы тапты зерттеген кезде, олар осы ресурсқа ие тұлғаларды ғана не қылған? Алға тартқан. А қалған тұлғаларды, оларды не деп есептеген? Жалпылама басқарылған таптар деп есептеген, және оларды негізі саясаттануда билеуші классты, олар актив, яғни саясатқа белсенді қатысушы, саясатты жүргізіп, саясатты өзгеруші негізгі тап деп қарастырса, күші бар, ресурсы бар. Ал қоғамның енді жалпылама былай, жалпы басқарушыларды, олар негативті, яғни саясатпен түптеп келгенде белсенді саясатқа араласпайтын, енді саясатқа қатты қызықпайтын, бір сөзбен айтқанда, тұлғалар ретінде қарастырады. Сондықтан бұл жердегі біздің айтып жатқан тұлғаларымыздың барлығы тікелей қолында ресурсы бар, ықпалы бар тұлғалар болып табылады. Енді қысқаша өздеріңізде түртіп алыңыздар. Енді элита дегеніміз, ол қоғамның таңдаулы бөлігі, жоғары тобы болып табылады. Енді саясаттануда негізі элитология деген бір бағыт бар, элиталарды терең зерттейтін. Енді бұл өжерді кәнеріне элиталық түрлі теориялар қарастырылған. Мысалға біз айтып атқан Моско, Парето, Михельс, солардың барлығы негізі осы элитология ғылымында тереңдеп зерттеледі. Бірақ біз саясаттануда тек қана белгілі бір тақырыптарды ғана жерде сіздерге қысқаша атап өтетін боламыз. Бұл элита негізі былай терминологиясын саясаттануға жаңа ғана да айттық, оны Вильфредо Парето енгізуіне үлкен ықпал жасаған. Енді ол элиталарды бұл жерде қарастырған кезде көбінесе элитаның айналымы дедік. Жаңағына Вильфредо Паретоның алға тартқан. Біз қазір оларды қысқаша айтып өтеміз. Бірақ бұл жерде сіздер жалпы элита дегеніміз ол қоғамда белгілі бір ресурсқа ие, осы ресурстың арқасында билікті ұстап тұратын, яғни өз қолында ұстап нығайта алатын, немесе билікке ұмтыла алатын қабілетке ие тұлғалар деп қабылдасаңдар болады. Яғни бұл жерде қабілет өте маңызды. Ол қандай қабілет? Элиталармен байланысты. Басқаруға негізделген қабілет. Біз естеріңіздер ме, бұның алдындағы сабақтарда әсіресе мысалға қоғам ішінде билік үшін күресетін мынау
ресурсы бар қолындағы таптарды не қылдық? Екіге бөліп қарастырдық, Біз не дедік? Яғни қабілеті барларды біз не дедік? Элита және контур элита дедік. Қабілеті бар дегенде не? Қабілеті барды былай түсіну керек. Қараңыздар. Мысалға, контур элита билікке ұмтылады ғой, Контур элита не үшін билікке ұмтылады? Бір жағынан, әрине, өзі билікке келу үшін, одан бөлек контур элитаның ең негізгі қабілеті, бұл жерде қабілет дегенде, мынау басқару жүйесін, яғни қоғамды басқаруда өзіндік идеясы бар. Бірақ бұл идеясы кіммен ұштаспайды? Элиталармен ұштаспайды. Түсініп отырсыздар ма? Яғни олардың қоғамды басқаруға негізделген ой өрісі элиталардан өзгеше болып келеді. Бұл жерде қабілетті солай түсіну керек. Яғни контур элита делік басқару жүйесіне келді, мемлекеттік басқару жүйесін алды, олардың бұл қоғамды басқаратындай өзіндік несі бар? Ой өрістері бар. Бұдан бөлек біз сіздерге тағы бір нені айтқан едік? Олар кімдер дедік? Антиэлиталар. Антиэлиталар, енді бұларды қысқаша былай айтып өтейік, тағы да бір ескертіп, антиэлиталардың негізі мынау басқару қабілеті жоқ дейміз. Басқару қабілеті жоқ дегенді былай түсіну керек. Яғни олар билікке келсе, бұл қоғамды қалай басқару керек? Оған байланысты өзіндік идеялары, ойлары түптеп келгенде жоқ деген тұлғалар. Әрине бұл антиэлита дегеніміз билікті сынауы мүмкін. Элиталарға сын көзбен қарауы мүмкін, бірақ мысалға бұл антиэлиталарға алмақыл өзің сын көзбен қарайсың. Өзің қайта-қайта оларды сынайсың. Ал бұл қоғамды қалай басқару керек? Өзінің бір ойың бар ма? Өзінің бір бағытың бар ма деп сұрасаң, оны не қыламайды? Алға тарта алмайды. Түсіндіңдер ме? Бірақ бұлар да өте танымал тұлғалар. Арадағы айырмашылық осы. Яғни контур элита қоғамды басқаруға негіздеуге өзіндік бір идеялары, өзіндік бір бағыты бар тұлғалар, элиталармен келіспейтін антиэлиталар. Ондай ғалымдар, яғни ондай ресурсқа ие болса да, бірақ ондай ой өріске ие емес тұлғалар болып табылады. Біз енді жаңағына мынау билеуші класс деген Гаэтано Москадан бастау алайық. Негізі Гаэтано Москаның ең негізгі бұлай идеясы, олар жалпы қоғамды, енді мына жерге қысқаша бетіп не қып қойып, қоғамды мынау басқару тұрғысынан зерттеген кезде екіге бөліп қарастырады. Олар элита және бұқара деп бөледі. Яғни бұқара дегеніміз кәдімгі қарапайым халық. Элиталарды ол не деп айтады? Билеуші класс, билеуші топ деп айтады. Яғни осы элиталар негізі мынау бұқараны не қылады? Басқарады. Бұқараға не қылады? Мақсат қояды. Бұқараны не қылады? Алға жылжытады. Бір сөзбен айтқанда осы элиталар негізі бұқараның тағдырын не қылады? Бір сөзбен айтқанда шешетін тұлғалар деп есептейді. Бұлардың кейбір ерекшелігі болады, элиталардың. Ең маңызды ерекшелігі, енді Гаэтано Москаға бұлай еңбектерін алып қарайтын болсаңдар, мен бұлардың еңбектерін сіздерге бәрін қосымша жіберетін болам. Ең негізгі өзгешелігі элиталардың. Бұлар бір-бірімен тығыз ынтымақтастықтағы және аз ғана топты құрайтын не болып табылады? Ресурсы бар тұлғалар болып табылады. Бұлар өте аз, бір сөзбен айтқанда. Яғни аз топ көпшілікті не қылады? Басқарады. Көпшіліктің ерекшелігі бұлар бытыраңқы. Түсініп отырсыздар ма? Ал элиталар бір-бірімен тығыз байланысты, ұйымдасу қабілеті өте жоғары, тез арада не қыла алады? Керек кезде бір-бірімен бірге алады. Ең негізгі ерекшелігі бұлардың әрине осындай. Енді жаңағына мен айтып өттім, бұл элиталар негізі Гаэтано Москаның пікірінше бұлар не? Белгілі бір ресурсқа ие тұлғалар болып табылады. Әрине бұлар белгілі бір ресурсқа ие болғандықтан
Жалпы былай өздеріңізге де бір түртіп алыңыздар. Бұл тұлғалар бұл ресурсын пайдалана отырып, көбінесе мынау билікті не қылады? Билікті өзінің монополиясы дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Не қылады? Монополиясына алады. Және осының негізінде мынау қоғам ішіндегі мынау Бұхараны басқару функциясын толыққанды өз биліктеріне алып, қоғамды не қылады? Көпшілікті басқаруға тырысады. Бұдан бөлек әрине мынау Гаэтано Москаның жалпы бұл басқарушы класты зерттеген кезде бұлардың даму тенденциясы дейді ғой, бұлар қалай дамиды, қалай өрбейді деген ой өріске негізі екі бағытта жауап береді. Бұлардың дамуын біріншіден Гаэтано Моска біріншісі аристократиялық бағытта дамуы мүмкін дейді. Екіншісі әрине, неқада жазып қояйық қысқаша, демократиялық бағытта дамуы мүмкін дейді. Яғни элиталарда әрине жалпы бір орында тұрмайды, оларды не қылады? Бір-бірінен салға өзгеріп отырады. Бұл өзгерістің екі жолы бар дейді Гаэтано Моска, ол аристократия және демократия. Бұл жерде енді аристократия дегенде ұғымда не түсіну керек? Бұл өте маңызды. Аристократиялық елдерде көбінесе мынау элита қоғамды басқарады ғой. Сол басқару жүйесін енді мұра ретінде қалдырады. Аристократиялық көбінесе қоғамдарда. Онда елдер бар ма? Бар. Мысалға алып қарайтын болсаңыздар, таяу шығыстағы көптеген араб елдері не болып табылады? Гаэтано Москаның пікірінше, аристократиялық тұрғыдан элиталар қоғамды басқарады. Яғни, әкеден балаға не қылады? Мұра ретінде бұл билігін толыққанды қалдырады. Яғни, өз жерде аристократиялық елдерде көбінесе осы таптың ішінде туған тұлғалар, олар автоматты түрде элиталық тап болып не қылады? Дүниеге келеді. Екіншісі, мынау демократиялық тұрғыдан даму процесі дейді. Демократиялық тұрғыдан даму процесі бұл қоғам ішіндегі, әсіресе мынау Бұхараның ішіндегі тұлғаларда кейбір тұлғалар болады, мысалға. Бұл қандай тұлғалар? Мысалға, өзіндік бір элиталық сана сезім, элиталық бір ой өріскеге тұлғалар болады, қабілеттері болады. Мысалға, басқаруға негізделген. Мысалға, қарап тұрсаңдар, кейбір тұлғалар әрдайым мен бірінші болуға ұмтылам дейтін тұлғалар болады ғой, иә? Сондай тұлғалар не болады? Элиталар сол тұлғалардың әрине билікке келуіне жағдай жасайды. Яғни оларға бөгет жасамайды. Мысалға, аристократиялық жалпы мынандай басқару жүйесіне және атадан балаға, әкесінен балаға мұра ретінде қалған жүйелерді басқару жүйесінде сіз қанша тырыссаңыз да ешқашан бұл топқа не қыламайсыз? Кіре алмайсыз. Сіз ешқашан билікке ұмтыла алмайсыз. Өйткені не? Өйткені бір тамыр байланысы дейді ғой, тектік бір байланыс элиталармен жоқ аристократияда. Бұл жерде тек қана тектілер. Ал демократияда, мысалға, басқару жүйесінде міндетті түрде өз жерде не болады? Бұхараның ішінде қабілеті бар, көбінесе басқарушылық, мысалға, жақсы сөйлейтін, қолдан келгенше мысалға қоғамды басқара алатындай кейбір қабілеті бар тұлғаларды олар не қылады? Басқару жүйесіне тартады. Бұл екінші негізі тәсіл, бұл демократиялық тәсіл болып табылады, студенттер. Жалпы енді Гаэтано Моска қоғам ішіндегі бұл басқару жүйесін осылай қарастырған кезде Вильфредо Парето дәл осы идеяға, әрине бұны өзгертпейді, қоғам ішінде элита мен бұхара бар дейді, яғни қарапайым халық бар дейді, бірақ ол өз жерде негізі қоғам ішіндегі бұл элиталардың, яғни мынау элиталардың қоғамды басқаруда қалай бір-бірімен мысалға билікті бөліседі, сол жалпы қағидаттарын қарастырады.
Енді бұл жерде әрине біз жаңа ғана түсіндіріп айттық, мынау циркуляция элиталардың циркуляциясы деп жатырмыз ғой. Элиталардың циркуляциясы көбінесе мысалға демократиялық елдерде қалай жүзеге асады? Демократиялық елдерде сайлау арқылы жүзеге асады. Яғни сайлау ең негізгі, ең маңызды не болып табылады? Инструмент болып табылады. Бұл жерде сайлауда ең маңызды рөлді әрине кімдің қолдауы керек? Бұхараның қолдауы керек. Сондықтан бұл жерде әсіресе мынау циркуляция элит дегеніміз, яғни элиталардың бір-бірімен айналымы дегеніміз, ол жалпылама мынау контур элиталардың әрине билікке келу үшін Бұхарамен не қылады? Тығыз байланыста болады. Бірақ Бұхарамен тығыз байланыста болғанда бұлар көбінесе Бұхараны өзіне қарату арқылы, егер элиталар мысалға уақыт өте Бұхараны басқару жүйесінде, немесе Бұхараның өмірін жақсарту, немесе Бұхараның бір сөзбен айтқанда қарапайым халықтың былай алға дамуын, мысалға айтарлықтай алға дамытпайған жағдайда, тоқтап қалған жағдайда, ол кезде контур элиталар не қылады? Әрине бұл жағдайды мүмкіншілік біліп, Бұхараны ұйымдастыру арқылы не қылуы мүмкін? Билікке келуі мүмкін. Әрине бұл Бұхараны ұйымдастыру дегенде бұл жерде әртүрлі бағыттар бар. Енді демократиялық елдерде көбінесе сайлау арқылы өтетін болса, яғни мәдени түрде билік бір-бірінен ауысатын болса, бірақ кейбір елдерде, мысалға әсіресе былай деп айталық, жаңа қатаң жүйеге негізделген тоталитарлық, авторитарлық жүйеде контрэлиталар билік ауысуында көбінесе күшке негіздеуі мүмкін. Ол күшке негіздеуіміз дегеніміз революциялық тұрғыдан өтуі мүмкін. Яғни мысалға егер делік бір жүйеде, аристократиялық жүйеде мысалға балаға мұра ретінде қалғандықтан ол жерде сайлау процесі жүрмейді. Бірақ делік ол аристократ топ мысалға қоғаммен, Бұхарамен қарым-қатынасы алшақтап кетсе, және одан бөлек әрине Бұхараның ішінде кейбір мысалға топтар бар. Мен алға қалай ұмтыламын, мен тек қана өсіп өнем дейтін белгілі бір топ жиналады. Сол топтың да мүддесін ескермейтін болса, онда ол топ не қылуы мүмкін? Бұл элиталарға қарсы бірігіп, өзара енді Бұхарамен де әрине ынтымақтаса отырып, елдің ішінде көптеген мынандай тұрақсыздыққа негізделген амал әрекеттерге баруы мүмкін. Ол амал әрекеттер біз бұның алдында тарихта да көрдік. Мысалға революциялар болып жатыр. Кеңес одағы дәуірінде де қалай билікке келді коммунистер? Оларды революция арқылы келді. Ол дәуірде қандай еді? Дұрыс, аристократиялық бағыт еді. Яғни патша қоғамды басқарғаннан кейін тек қана не қылған? Тек қана өзінің әулетін ғана билікте басқару жүйесіне. Яғни жаңармаған. Ал бұл жердегі мынау айналым дегеніміз ол элиталардың жаңаруы. Элиталар қалай жаңарады? Элиталар тек қана әрине демократиялық елдерде сайлау арқылы жаңарып отырады. Сайлау арқылы жаңарып отырады дегенде былай түсініңіздерші. Демократиялық елдерде мынау элита, контур элиталардың билікке келуіне негізі тосқауыл қоймайды. Тосқауыл қоймағанда олардың арасында өзара бір келісім болады. Демократиялық елдерде. Мысалға, Гаэтано Моско, Вильфредо Парето, Роберт Михельстің пікірінше, ел тоталитарлық болсын, авторитарлық болсын, демократиялық болсын, билік тек қана кімнің қолында шоғырланады? Басқарушы класс деп жатырмыз ғой, билеуші топтың ғана қолында шоғырланады. Демократиялық елдерде халыққа тек қана сайлау арқылы қатысуға не беріледі? Мүмкіншілік беріледі. Бірақ бұл демократиялық елдерде, мысалға, Бұхара егер қатысып жатса, олар көбінесе өздерінің өкілдерін не қылғысы келеді? Мемлекеттің басқару жүйесіне келуіне септігін тигізгісі келеді. Бірақ ол толыққанды бұл Бұхара ол билікті қолда ұстап отыр деген мағынаны білдірмеу керек. Гаэтано Моско, мысалға, біз қазір тағы бір маңызды нені айтамыз? Біз жаңағыны айттық, Роберт Михельстің мысалға олигархияның темір заңдылығы деген негізгі мынандай концепциясы бар. Олигархияның темір заңдылығы дегеніміз ол қоғам ішіндегі саяси жүйе, саяси режим қандай болсын болмасын, ол міндетті түрде
билік тек қана элиталардың қолында ғана шоғырланады, және осы элитаның тобына кірген адамдар арасында ғана билік неғып тұрады, өзгеріп отырады деген бір идеяны алға тартады. Бірақ бұл жерде қараңыздар, мынау маңызды нәрсе, көбінесе бұл үш ғалымның алға тартқан идеясы, әсіресе мынау құрылым, және тұрақтылықпен тығыз байланысты. Яғни олардың пікірінше кез келген қоғам, кез келген адам баласын енді белгілі бір адамдардың жинақталған, белгілі бір қоғам ретінде қалыптасқан тұлғалардың неге ұмтылады дейді, көбінесе тұрақтылыққа ұмтылады дейді. Бірақ тұрақтылыққа ұмтылу үшін бұл жерде бұл тұрақтылықты жүзеге асыратын не дейді? Негізінде иерархия деп біледі. Яғни былай қарасаңыздар, адамдар бар жерде міндетті түрде белгілі бір құрылымдық иерархия қалыптаса ма, жоқ па? Кез келген жерде қалыптасады ғой, дұрыс па? Міндетті түрде адамдар не қылады? Енді өзінің күшін, өзінің деңгейін біле отырып, алдыңғы, яғни қабілеті бар тұлғаларды не қыла бастайды? Алдыңғы қатарға шығара бастайды. Солай емес пе? Негізі осы идея, яғни құрылым, тұрақтылық, иерархия қоғам ішінде элиталардың қалыптасуына үлкен ықпал тигізеді деген бір ой өріс бар. Бұл ой өрісті негізі мынау иерархия, құрылым, тұрақтылықты негізі мынау Роберт Михельс олигархияның темір заңдылығы атты концепциясында алға тартады. Бұл олигархияның темір заңдылығы концепциясын былай түсіну керек негізінде. Қандай да топ, демократиялық ел болсын, тоталитарлық, авторитарлық ел болсын, билікке келген жағдайда, билікке келісімен ол мемлекеттік жаңағы жалпы басқару жүйесін тек қана енді өзінің және өзінің маңайында топтасқан тұлғалар арасында ғана не қылады? Соны қалыптастырады. Яғни басқару жүйесін жайлап көпшілікті не қылады? Қоспай, тек қана өзінің маңайында және өзі ғана басқаратындай деңгейде не қылады? Қайта қалыптастырады. Яғни бір сөзбен айтқанда, бастапқы кезде бәлкім көпшіліктің қолдауымен билікке келгендей болып табылса да, уақыт өте ол көпшілікті биліктен, саясаттан не қыла бастайды? Алшақтата бастайды. Алшақтатқаннан кейін тек қана өздері ғана шешім қабылдағандықтан олигархия дегеніміз онсыз да кішігірім билеуші, класс билеуші топ деген мағынаны білдіреді. Сол билеуші тап қана не қыла бастайды? Қоғамның өмірін, тағдырын шеше бастайды. Бұл жердегі негізгі ұғым, құрметті студенттер, жалпы осындай болып табылады. Бұл жерде өздеріңізге енді әрине бүйтіп, бәлкім қысқаша бүйтіп түртіп алыңыздар. Біз жаңа Гаэтано Моско туралы айттық. Вильфредо Паретоның ең негізгі былай ұғымдары. Вильфредо Парето негізі элиталардың түрлерін екіге бөліп қарастырады. Элиталар бір жағынан арыстан, екінші жағынан түлкі ретінде қарастырады. Түлкі дегенде ол бүйтіп түсіну керек, арыстан. Мысалға, қоғам ішінде кейбір уақытта мынау Бұхараны белгілі бір дәстүрді сақтау, мысалға, белгілі бір қоғамды алға жылжыту үшін реформаларды күш қолдану арқылы жүзеге асыру дегенде біз кейбір элиталарды неде табаймыз? Арыстан, яғни күш қолдану процесі. Мысалға, кейбір басшылық құрамдарын алып қарайтын болсаңыздар, олардың әсіресе мысалға қоғамды алға жылжыту үшін не қылу керек? Жалпы түптеп келгенде адам баласы өзі сәл жалқау болып келеді. Сол емес пе? Енді оларды еңбектету үшін, оларды алға жылжыту үшін не қылу керек? Анда-санда күш қолдануға тура келеді. Сондықтан билеушілерде жалпы мынау Вильфредо Парето арыстан деп атқаны күш қолдану арқылы не қыла бастайды? Қоғамды алға жылжытатын, күш қолдану арқылы қоғамды тек қана дамуына үлес септігін тигізетін элиталар топтарды айтады. Екінші элиталық топтар, олар көбінесе Бұхараға күш қолданбай, Бұхараны көбінесе өзіне қарату үшін түрлі айлам, манипуляция дейді ғой, қолдану арқылы не қыла бастайды? Қоғамды басқаруға тырысатын тұлғаларда болады дейді. Әрине, мысалға Никколо Макиавелли
негізі қоғамды басқару тұрғысынан бұл екі тәсілді бір-біріне ұштастырып не қылу керек дейді, пайдалануды басымдыққа алу керек дейді. Негізі елдің ішінде белгілі бір деңгейде тұрақсыздық пайда болған кезде, мынау Паретоның пікірінше, ол жерде мынау түлкі бейнесіндегі негізі көбінесе элиталар алдыңғы қатарға шығады дейді, а көбінесе тұрақтылық бар жерде, консервативті бір жүйе қалыптасқан жерде арыстанға негізделген, яғни күш қолдануға негізделген элиталар алдыңғы қатарға шығады дейді, құрметті студенттер. Жалпы, мынау Роберт Михельс, Гаэтано Моско және Вильфредо Паретоның идеялары біз қысқа әрі нұсқа қарап шықтық, құрметті студенттер. Бұлардың негізгі концепциясын, тамырларын сендерге түсіндіріп айттық. Бұл жерде әрине бәлкім тағы қосу керек кейбір мәліметтер бар, бірақ ол мәліметтерді мен сендерге қосымша ғылыми еңбектер, әдебиеттер тізімін жіберем. Сол әдебиеттер тізімін оқу арқылы біз сендермен практикалық сабақта тереңдеп бұларды қарастыратын боламыз. Мынау жалпы элита деген тақырып түсінікті ма сіздерге? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет.